Сәлеметсіз бе? Ғалияш, сіз ер адамның көйлегін тігетін портниха білесіз бе? Сосын ақ болатын сататын жерлер бар ма екен? Портниха табылады, бірақ Алматыда жазда ақ болатын оны табыла қою қиын. Складпен сөйлеспесе? Мына жеңгеңізге маған бір дюжина көйлек тіктір десем, көйлектен көп нәрсем жоқ дейді. Ескі көйлектерді жуып кигізеді. Менің жаңа көйлек киюім Конституцияда жазылу керек пе? Біресе ақ жібек таппадым дейді. Біресе менің тіккен көйлегімді жақтырмадым дейді. Әбден шаршатты жеңгеңіз. Так. Кеше қай жерден тоқтадық? Бастайық. Интернатта оқып жүр талай қазақ баласы. Жаңаөспірім, көгерім, бейне қолдың саласы. Балам закон білді деп, қуанар ата-анасы. Ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы. Орыс тілі Орыс тілі жазуы? Орыс тілі жазуы білсем деген таласы. Прошение жазуға Прошение? тырысар келсе шамасы. Орысша оқу керек. Біреудің тілін білген кісі онымен теңеседі. Зарарынан қашық болады. Қазақтың күзетшісі болам деп, бізде ел болып, жұрттың білгенін біліп, халықтың қамын жеймін деп, ниеттен үйрену керек. Осы кезде орыстың ғылымын баласына үйретіп жүргендер сол қарумен қазақты тағы да аңдысам екен дейді. Жоқ. Ондай ниет дұрыс емес. Сенің үйіңе қалада оқып жүрген қазақ балалар көп жиналады. Сен соларға мына өлеңді оқытып тарата жүрші. Ұққаны қабыл алар. Орыс тілін білген жақсы ғой. Сізді кеше Жандаралдың сонша мақтағанына қайран қалып, аңырып тұрып қалып. Ой, әлі. Қалай есті? Оның мақтағанына сенім бар ма? Сондай мақтанға бір сенсең, көп әуреге қалдым дей бер. Адам болам деген кісі өзіне сену керек. Ақылы мен қайратына сену керек. Абай даушардан алыстап, оқу жазуға бір жола көңіл бұрғысы келген шақта, көлденең ағайынның тағы бір үлкен жұмысы килікті. Бұл қалың Найман мен Керей арасындағы өткен қыстан бергі ұлыды бір үлкен тартыс Салиха қыз дауы.
Салиханың атастырған жігіті қайтыс болған соң Сыбанжа оны әмеңгерлікпен жасы 60-тан асқан қос қатыны бар Сабатар шалға қоспақ болды. Ой, шақыруымды қабыл алғаныңызға рахмет, Жиренше мырза. Ассалаумағалейкум. Оғалейкум ассалам. Сабатар шақырды деген соң тізгін ұшымен жеттік қой Байеке. Рахмет. Абай, Оразбай екеуіңізді ел ішіне жіберді дегенді естіп, өзіңізбен арнайы жолығып отырмын. Даудың түйінін шешуге күш салсаңыздар, бір Сабатар емес, бүкіл түкіс Сыбан елі төбесіне көтерер еді. Енді бұл жайдың ауқымы ұлғайып кетті ғой Байеке. Оның үстіне Абай бұл даудың шешімін жаңа заңның қисынына салғалы отырған секілді. Енді қанша жаңа заңның қисынына салғанымен, Абай бұл мәселеде ата жолынан аттамас. Жиренше мырза, жөн жосықты білмейтін ел емеспіз. Міне, бұл басы ғана. Абайдың қорасына айдалатын 40 жылқы тарту таралғымыз. Бұлардан бөлек. Заңды бізге бұратар деп отырған жоқпыз. Әділетті шешіліп, өз әмеңгерімді өзім алсам ба деген ой ғой. Байеке, Абайдың айтып отырғаны да сол. Әділетті қалай болса, соны айтамыз деп жіберді ғой бізді. Рахмет. Оразбайға сәлем айтарсыз. Бізден сәлем демесі өз аяғымен барады дерсіз. Жолыңыз болсын. Жарайды, бүгінгі болар. Ғалияш, сіз жаңа қандай партнерға бар дедіңіз? Сапия деген келіншек. Еркектердің көйлектерін тігеді. Жақсы тігеді. Менің бір тілегім бар. Бәлі. Менің көзімше жаңағыдай жеңгеге мінез көрсетпеңізші. Маған да ол кісіге де ауыр. Валя, зайди, пожалуйста. Сейчас. Каюм пришел. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Сәлеметсіз. Қайымжан, жоғары шық. Валя, Ғалияш мені кішкентай нәрсеге бала қатты кеттіңіз деп кінәлап жатыр. Айтпақшы, партнерға тауып берем дейді. Маған көйлек тіккізесің ғой, я?
Сейчас пойду на базар. Поищу белый шелк. Что еще купить? Басқа ештеңе керек жоқ. Қайымжан талқының уақытын өзгертті деп еді. Нешеге қойыпты? Иә, сағат түскі 3-ке қойыпты. Ертерек бітсе жарар еді. Кешке премьера ғой. Қайдан бірақ. Ондай жиынның ерте біткен көрмеппін. Сау болыңыздар. Жақсы, бара ғой. Сау болыңыз. Нұрышев досыңыз баяндама дайындап жатқан көрінеді. Оған күмән бар ма? Ол ондай шаруаға бәйгетінде аңқылдайды ғой. Бірақ сен не десе де үндеме. Жауабын мен беріп отырайын. Кәрі өгіз пышақтан қорықпайды деген ғой. Гулия, я думала, ты ушла. Я уже выхожу. До свидания. До свидания. Сонымен Қайымжан, кеше қай жерге келдік? 2 жыл түрмеде отырып шықтық. Несін айтасың? 2 жылдық түрменің өмірі мен арқан даулаттай әбден ширықтырған екен. Сағынып сарылған көкбай қартты сарқып алсам деп, тордан босаған торғайдай алып ұшып, Шыңғыстауға аттандым. Sadaqallahul azim, subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Marhum Көкбай Жанатайұлының алдынан жарылғасын, артында қалған ұрпақтарына амандық береке берсін. Аумин. Амин. Шіркін, тым болмағанда бір апта бұрын келгеніңізде ғой. Жарықтық. Мұхтар келеді деп өлілгенінше үмітін үзбей жетті. Сөйтіп, абақтының арқасында әбден сағынған, көкірегі көмбе, көкбайымнан да көз жасып, сан соқтым да қалдым. Кәкітайдың баласы Әрхам бар, көкбайдың баласы Қабыш бар, мен бар. Үшеуміз енді ауыл-ауылдағы абайдың көзін көрдік деген шал кемпірлерді түгендей бастадық. Абай тәтемнің атқосшысы болған Қатпа бар. Білем ғой Қатпаны. 18-ші жылы мен қырда еңлік кебекті қойғанда ол әлгі Жапалды. Иә. Жапалды ойнаған Қатпа емес пе? Дәл сол. Өзі сөзшең өнерлі адам. Біраз жайға қанық адам ол. Сіздер естімеген екенсіздер ғой. Нені? Қатпа ұзақ төсек тартып жатып, биыл қыста қайтыс болды. Алла алдынан жарылқасын. Амин. Амин. Бұл ауылдың шалдары өсіп келмей, өліп үлгіректі өзара баталасып алған ба, немене өзі? Қатыны бар шығар. Бір шаңырақтың астында тұрғасын. Ол да бір нәрсе біліп қалар. Қатпаның үйі Құндызда да емес пе? Жер шалғай. Құндызда емес, жұлдызда болса да баралық. Көз байланбай бұғылы жайлауынан өтіп алсақ, ел орынға отырғанша жетіп қалармыз. Бастаңыз жолда онда. Онда тезірек желе жортып жүруіміз керек. Жүріңіздер. Чүп! Қабыш. Әй Қабыш. Ау.
Бірдеңені біліп келе жатырмысың? Біліп келе жатырмын. Жол ұзап кетті. Ендігі алдымыздан ауыл шықса керек еді. Не біліп келе жатырсың, Қабыш? Адасқанымызды біліп келе жатырмын. Ай, Қабыш, ай. Сен мана Шыңғыстан арқар атам деп мақтанып ең. Арқарды атқанда да осылай адасасың ба, Қабыш? Жоқ, Мұқа. Ауылдың төбесі көрінгенде қалып барар ем. Көз барда көрінбеді ғой құрғыр. Енді бір ыңғайлы жер тауып түнеуіміз керек болар. Түнесек түнейік, қайтамыз енді. Қабыш-ай. Әбден аралаттың ау, Мұқа, Қабыштың қамын көрдіңіз бе жасап атқан? Жыланнан қорғанып, бізді қайыспен қоршап жатыр. Құдай сақтасын. Рахмет, Далада қиын Қабыш. ғой, далада. Рахмет. Не болатын білмейсіз. Арқамаға әңгімеңізді айта беріңіз. Әңгіме айтқанда сол. Қорамжан деген тізген сүйекті арық, әйгілі бау кеспе ұры болған. Өзі сіңірі шыққан тақыр кедей екен. Соны бір күні Абай ағам кісі жіберіп, арнайы шақырды. Ұры келген соң Абай ағам айтқан ғой. Сенен бір нәрсе сұрайын деп шақырдым. Бересің бе деген ғой. Ой, алыңыз, алыңыз. Бірақ жалғыз атымнан басқа түгім жоқ. Менен сіз не ала қоярсыздар? Жаңа Қорамжан жалбақтап жатқан енді. Сонда Абай ағам маған ұрылығыңды берші деді. Жоқшылықтан ғой, Абай аға. Аштан өлем бе? Енді қайтен деп, ол да ақталып жатыр дейді. Енді қайсын? Сонда Абай аға былай деген екен. Ой, шіркін, бұл елде сенен басқа кедей жоқ па? Сол кедейдің бәрі бірдей ұры ма? Онан да бала кезімнен қалған тәрбием, үлгім ет десеңші. Қазір осы ауылдан 3-4 түйе алда үйіңді көшіріп кел. Ұрлыққа қош айтса келді. Сол күні Қорамжан көшіп келді дейді. Ұрлығын мүлдем қойып, ел сөзіне араласып, қабырғалы инабатты адам болып кеткен. Әлі. Әне қандай. Осы Абай үйінің қазан ошағын ұстаған Міңке деген қыз, сол Қорамжанның қызы емес пе? Дәп өзі, дұрыс айтасың. Сол Қорамжанның қызы Міңке өлгенше Абайдың шаңырағында адал қызмет етті. Жарықтық бар ай. Ғажап әңгіме екен. Жалын лаулап кетті ғой. Жансың, жансың, ыстығы жақсы, ыстығы. Оған сұқтық қамыр. Әй, Міңке. Самаурын қайнақ болды. Шәуке? Сізді бүгін бір ат үсті жұмысқа жұмсап, демалдырайыншы. Бармайым. Ойбай неге?
Бүгін біраз қонақтар келеді. Жұмыстан арқаңыз босайды қайта. Жақсы емес пе? Бармай ақ қойшы. Әдетте осы көп қонақтар келгенде сыртқа қашып тұрушы едіңіз. Бүгін не болған? Шынымды айтайын ба? А? Бүгін Салиха келеді екен ғой. Келсе де бұл. Енді көрейік те. Керейін айманды. Шулатып келген сұлуды. Ай, Шәукебай, ол қыз екеумізді қайтеңіміз. Өздері таласып, жүздеп жылқы, мыңдап қой беріп ала алмай жатқан жоқ па? Мен жақсыны көрмекке деген. Ай, Шәукемай, ақтарса сіздің ішіңізде де біраз нәрсе жатыр екен ау, Жарайды, Шәуке. Абай ағам Ақылбайдың үйінен кітаптар алып кел деген. Соған барып қайтыңыз. Ой. О, Коко, жылқыдан қыстау шалып, не тапшылық көрдіңіз? Абай ағам маған өлең жазу тапсырған. Сиясы ағып тұр екен, ала салайын деп. Бұл баяғының сиясы ғой. Үйде әбіш алып келген көп сия бар. Айтсаңыз беретін едік қой. Сия өзімде де бар. Біраған қызық кеттім. Бекерге ақ кетеді ғой. Жарайды онда. Салихадар кеп тұр. Қыздың өзің кіргіз. Жақсы. Амансың ба, Салиха қыз? Кел отыр. Амансыз ба? Хатыңды оқыдым. Бармаймын, тимеймін дегенде тең көрмегенің шал сабатар ма, жоқ әлде иісі сыбанды қош көрмегенің ба? Сыбанның тең жігіті табылса не істер ем? Шалдан өзге әмеңгері жоқ депті. Тең тұсымда атаса, мен бүлік бастар ма едім? Теңіңді атасын деген сөзіңді сәлем қып жеткіздің бі сыбандарға? Айтқызып ем. Тыңдар құлақ болған жоқ. Бай таңдамасын депті. Сыбанжақ сені өздігінен азбас ет. Алам деп азғырып, аздырып отырған Керейдің екінші атасы Шақантай жігіті деген сөз түсіп тұр. Шақантай жігітін сыбаннан күдер үзгеннен соң таптың ба? Жоқ әлде оған дейін көңіл қосып ба? Имандай шыным Абай мырза. Сабата шалдың қойнына өз еркімен кірмесе, байлаба кетеміз дегендерін естіп, Шақантай жігіті түгілі етекеш иттің құйрығын ұстасам да осы ауылдан жоғалайын деген. Шақантай жігіт сонан соң пайда болды. Бара ғой.
Шай ішіңіздер. Шешей, осы Абай мен Оразбайдың арасының суысқан жайлы отағасы қандай әңгімелер айтып еді? Ондай әңгімелерді бізге айтпайды ғой. Шай ішіңіздер. Сүт болмай қалды. Жоқ, енді сіз шай құйып отырып құлағыңыз шалмады ма? Жо, әйтеуір айтатын. Я не айтушы еді? Құлақ қоймаппын. Сіз енді Абайды көп көрген адамсыз ғой. Солай емес пе? Енді өзіңіздің жалпы ойыңыз қандай о кісі жайлы? О кісідер мықты адамдар ғой. Қасиетті кісідер. Шай алсаңыздаршы. Ассалаумағалейкум, жақсылар. Уағалейкумассалам. Отыра беріңдер, отыра беріңдер. Төрлетіңіз. Отыра беріңдер. Бұрынғының артымын, бүгінгінің қартымын, мен Төлеу деген шал боламын. Осы ауылға сендер келді дегенде естіп үйімде отыра алмадым. Келгеніңіз жақсы болды, ақсақал. Жеңешемізді сөйлет алмай отыр едік. Сөйлемейтін несі бар? Мен Абай ағамменен 4 рет дидарласқан адам. Соның бірі де 91-ші жылы болды. Мен ол уақытта 25-темін. Мырзахан деген әпенде кісіменен Абай ағамның ауылына бардық. Bir шаруаменен. Дастархан жайылды, шай құйылды. Мырзахан қалтасынан бір темірді алып дастарханға қойды. Ой, Мырзахан, мына көк темірің не? Біреу шарт бастағалы отырған жоқсың. Тісім жоқ. Қантты шағып жеймін. Сіз неге салдырмайсыз? Түсті қалай саған? Түс салына ба? Салма. Мен салдырдым. Міне. Мынау сонда салынған түс па? Иә. Өзіңіздік сияқты екен. Оны қалай салады? Семейде салады. Менің 9 түсім түсіп қалып, тіс салушыға барып, тіс салып бер дедім. Сөйтсем бір тісің 10 теңге дейді. Мен айттым үстіне 1 теңгеден қосып 100 теңге берейін. Бірақ жақсылап түсім салып бер дедім. Айтқанымдай салып берді. Ой, жақсы болды. 100 теңгеге тіс салдырғанша, 100 теңгеге жұмсақ тәтті тамақ алып ішсем болмайды. Дүниеде бір күн тұрсаң да салдырып алған жақсы. Сіздер мына тамаша қып таңғалып отырсыздар, ол тіс деген ұсақ нәрсе. Адамның табатын өнері, білімі әлі көп. Құдай тағала адамды асыл қылып жаратқанда одан асқан мақұлық жоқ. Адам баласына жансызға жан салуға рұқсат жоқ. Қалғанның бәрінің кілті бар. Өнердің, білімнің кілті бар. Енді жаңадан ашып жатыр ғой. Солай ма мүңке балам? Сен не ойлайсың? Дұрыс айтасыз, Абай аға. Әлі адам баласының балықша суда жүзіп жүргенін, құс болып қанат қағып аспанда ұшып жүргенін көресіздер. Мына есікте жүрген Мүңкенің біліміне қайран қалып біз отырмыз. Опырай, Мүңке мынандай болғанда Абай қандай болды деп. Кейін білдік қой. Абай ағам алдын ала дайындап қояды екен. Сол Мүңке қайда екен қазір, ақсақал? Ой, ол өліп қалды ғой. Абайдың көзін көргендерін талайы кетіп қалды. Мына Құндызда Алдоңғар деген қария бар.
Алдоңғар дейсіз бе? Алдоңғар. Жүрек адырда Ниязбек деген ақбас шешен тұрады. Оның ар жағында еңбек совхозында Ермұса деген басқарма бар. Шай алыңыздар. Сол жолғы сапардан бір дәптер естелікпен оралдым. Әлде қашан бел асып кеткен көштің айдаладағы жұртына кешігіп жеткен жүргінші. Сөніп қалған от орнынан болмашы жылтыраған қызғылт шоқ тауып алып, соны деммен үрлеп тұтатпақ болды десек, менің романға материал жинаған халімде осы әрекетке ұқсас еді. Демек рас екен ғой. Қазір. Қызық болды, Мұха. Тағалда музейге Абайдың тісі деп бір протездің сынығын алып кетті. Оны кім әкеп жүр? Ақылбайдың келіні Кәмәш апамыз сақтап жүрген екен. Содан ұлы Қапсаламның әйеліне тапсырып кеткен ғой. Бірақ енді өзім аса қатты сенің кірмей ғой. Міне, суретке түсіріп алдым. Бек көрім болған екен. Протез Абая. Да? Интересно. Я и не знала, что у Абая были зубные протезы. Табылғаны көрім болған екен. Қызық экспонат. Қараш өзің. 19 ғасырда қазақтың арасында өмір сүрген қарашал. Өзі орысшаға жетік. Аузында протез тіс. Спенсер Дюман оқиды. Үйінде скрипка тартылады. Ғажап. Шынымен ғажап. Тағы да сол роман. Мүмкін бізге 3-ші томның бәрін оқытып шығарса, ақпараттарды жаңарту керек. Сіз жассыз ғой. Әлі ұзақ өмір сүргіңіз келетін шығар. Білетіннің бәрін жаздым. Мысалға, Мұхамедхановтың диссертациясы туралы неге айтпайсыз? Ол туралы көп сөйлескен жоқ. Тек болатын уақытын Нұрышевтардың сөйлейтінін айтысты. Міне, өте жақсы. Тағы не деді? Талқыда мен ғана сөйлейін деген естідім. Енді соның бәрін қосып жазыңыз.
Семейден келген заматта бірден романға кірісіп кете алдыңыз ба? Сол жылы театрға жұмысқа орналастым. Менің пьесаларым қойыла бастады. Абай монографиясына кірістім. Қайымжан Жоғашық. Абайдың 2 томдық толық шығармалар жинағын шығардық. Алайда романға келгенде тұсаулаттай кібіртіктей бердім. Осы күй әйгілі Қаншеңгіл 1937 жылға дейін жалғасты. Амансыз ба, Мұхтар аға? Аман ба, айналайын. Аға, мен Гүлнармын ғой, Міржақыптың қызы. Ой, Гүгайчик. Үлкен қызы өсіп кетсің ғой. Танымай қалдым. Апан қалай? Жағдай қалып шама? Аманшылық, тәуба. Мен биыл медициналық институтқа оқуға түстім. Пәлі, көрім болған екен. Дәрігер деген құрметті мамандық қой. Иә. Анам екеуміз пәтерден пәтерге көшіп әбден қиналғанбыз. Енді институттың жатақханасынан орын берсе, анамды сол жаққа көшіруге күш салам. Әрине халық жауының бала шағасы деп кедергілер шығып жүрмесе. Жағдай күннен күнге қиындап бара жатыр аға. Қазір басынан ақ партияда болғандардың өзін ұстайын деп жатыр. Дейді, сол рас па? Білмедім, айналайын. Гүгайшік жақсы. Мен былай жүрім. Екеуміз келешекте кездескенде осылай бір-бірімізді танитын адамдарша амандасып сөйлеспей қояйық. Жарайды. Сен мені дұрыс түсінеді деп ойлаймын. Гүлнәрдің айтқаны рас. 37-нің басында партияға жаздым, жаңылдым деп, кейіннен қосылғандарды ұстап әкетті де. Көзге қарай партиямен кіндіге байланып туған қып-қызыл большевиктердің өздері қамала бастады. Сонда кімдерді ұстап әкетіп жатқан естіп біліп жүрдіңіздер ме? Естейміз, көреміз. Қатарымыз сирей бастады. Бүгін көрген адамың ертең жоқ. Ол кезде ештеңе демейтінбіз. Біреу ұсталыпты десе, үнсіз бір-бірімізге қарап, иық-иығымызды көтеріп, алақанымызды жаятымызда қалатынбыз. Солай талай иық көтеріліп, талай алақан жайылды. Что ты сделаешь? Ильяса забрали. Следующий, вероятно, я.
Жазмыштан озмыш жоқ. И не такое переживали. Лейлем, кино. Вы только будьте сильными. Сөйтіп, НКВД жендеттерін өлім сағатын күткендей күтті. Бірақ тағдыр шығар, ол сағат тумады. Менің аман қалғанымда сатқынды пына састырғысы келгендер болды. Арым таза болса да, арыстардың артында қалғаным өзімнің де жаныма аз батқан жоқ. Сенің де өзіңде сонда қалай аман қалдың деген сұрақ тұр. Күдіктен туған сұрақ деп күмәндана көрмеңіз Мұха. Күмәндансаң да, мен оны көңіліме алмаймын. Күдікті болуға әбден көндіккен адамбыз ғой. Ал қалай аман қалдың десең, оған өзім де таңмын. 32-ші жылы жаздым, жаңылдым деген хатым болмаса, ешбір адамның үстінен көрсетінді жазған емеспін. Айтатындар қашан да, қай кезде де айта береді ғой. Мүмкін жастығымыз құтқарып қалған болар. Әлкейде, Қанышта, Әлімханда, мен де кіл жастар. Сол Қаншенгелден аман қалдық. Партияның ленинизм, социализмнің жарысы болар деп ап қалды ма? Ол жағын білмеймін. Бірақ маған қалай аман қалдың дегеннен гөрі, аман қалғанда не тындырдың деген сауалға жауап табу маңызды. Демек, абайды жазуға еш нәрсенің тосқауыл болмаған сол дейсіз ғой. Иә, бірақ құлыптанған еске кіре алмай жүрген адамша романның кілті қайта қолыма көпке дейін түспей қойды. Қошыңыз. Не дейміз? Жоқ, ол сіздікі. Мен ештеңе түсірген жоқпын. Алыңыз, сіздікі деймін.
әлгі түрмеде жазылған қағаздарым ғайыптан кеп қолыма тигенде жоғалған керуені табылған саудагердей мәз болдым. Романымның бөгеуі ағытылып сала берді. Жеке сөзіміз бар еді. Абай, екі тізгін бір шылбыр сенің қолыңда. Сыналатын сағаға ел де жетті, сен де жеттің. Айтарсаң да, мұны жиренші екеумізге де сездірмей, ішіңе бүгіп әлі отырсың. Сендер тыңдаған жоқ. Сендер түгіл Керей Найманның билерін, жауапкер даугерлерін түгел алдырып сөйлесті. Абай, ата жолы ел жоралғысы. Ана Сыван соны ұғынған ел екен. Мына Оразбай екеуміз арқылы саған сәлем жолдап, елдік жоралғысын жасап отыр. Алтын көрсе періште жолдан таят демей ме? Ал біз жолдан да таймай жоралғыны қабыл алсақ, кісілікке мін бола қоймас. Ата жолы мен әділетінің өзі Сыбанға бұрып тұр емес пе? Періштеден садаға кеткірлер ай. Періште сенің алтыныңды не қылсын? Одан өзіңнің көрсе құзары сұмдығыңда қостамаққа айтқан сөзің ғой. Абай, абай. Алмай жатқан ұлық, жемей жатқан би бар ма, а? Некеге бара жатқан жоқпыз. Баяғыдан келе жатқан жесірдің дауына бара жатармыз. Өзім деп, сенерім деп, қанатым деп, қатарыма алғанда айтқан ақылдарың арам жиік болған ма? Жеткен жерлерің осы болса, аулақ. Абай! Атаң Кеңгірбайдың жолынан аттағаның ба бұл? Еңілікпен кебекке кескен үкімін ұмыттың ба? Садаға кет, Кеңгірбайдан. Мен Кеңгірбайдың ұлы емеспін. Адамның ұлымын. Салиханың басын Сыбаннан азат қылам. Әбден асқан екен мынау. Көрерміз. Жүр, кеттік. Абайдың көз алдынан өзі шегіп өткен жылдардың бір талай күйлері шұбатылып өте берді. Байқап қараса, өмірдің қат-қабатынан, шытырманынан, бел-белесінен өтіпті. Бір шақта өрге басып, енді міне қияға қарай да өрлеп келе жатқан тәрізді. Жалаң құздың басындағы тақыр құм мен тас тақты жарып шыққан осынау жалғыз шынарға қазір қыс пен аязда, тіпті тау дауылы да
қатер болудан қалған еді. Валя! Валя! Тихо. Ильдарчика разбудишь. Хорошо. Батырдым. Салмағын көш. Елдәшіктен ауыр ма, жеңіл ма? Одинаково. Поздравляю, Женя. Сөйтіп, 41 жылы Абай романының 1-ші томын аяқтап, баспаға ұсындым. Бірақ алда әлі зор машақат күтіп тұрады. We call